Саған қыз іздедік. Бойдақсың ғой. Иә. Не болды сол қыздар? Мен ойлайтын всегда андай үйленетін болсам бір пәсте үйлене саламын деп ше. Сұрақ, венер жасатқан қаншалықты дұрыс? Жалпы бізде айтады ғой, там 1 жасқа дейін толық емізу керек, 2 жасқа дейін емізу керек деген сияқты. Соны сол ана сүтіне тоймағаннан да жалпы полный жаңағы содан да болады да, или кішкентай кезінде көп ауыр шаруашылығы болғаннан клиника ашып бастағалы бері көптеген нәрселер көрдім. И көптеген андай өзімнің чувстволарым өзгерді ше. Бір клиника ашуға қанша ақша кетеді? Ең бірінші пациентті андай мебель жоқ клиникада сөйтіп қабылдаған ғой. Мебель жоқ үшін. Мебель жоқ, потому что мебель лақтырып кетеді. Қаншалықты клиниканың әдемі болуы, қымбат жерде тұруы, сауданың көп болуына әсер етеді саған? Сол әкенің андай Асқар Тау деген рас қой. Бір сөзі әшейін саған как будто бір қалтана 50 миллион салып болғандай да. Қалайсыздар достар? Кезекті үзілістен кейін біз кездесу подкастын жалғастырамыз, және бүгін менде қонақта досым Орын Нұрмұхамед мырза. Қош келдіңіз. Қош көрдік, Қуан мырза, шақырғаныңыз Бұл үлкен Қуан рахмет. мырза, сіз деп керек емес бұл жерде ше. Бұл кісі енді досым ғой. Мен Нұрмашна жерге андай адамдар шақырамын да, өзім танитын, өзім араласып жүрген достарым, немесе оқушыларым. Біз осы жерде әртүрлі тақырыптарды талдаймыз. Негізгі бұл подкасттың мақсаты адамдарға дамуына, кәсіби дамуына, көбірек ақша табуына деген бір себеп болу. Соны енді біз көп кездесеміз ғой. Бірге чай ішеміз, бірге теннисқа барамыз. Сол кездегі шайдың үстіндегі әңгіме сияқты болсын. Бір маска киюдің қажет емес. Давайте қазір онда мен Нұрмаш деп айтам. Шын есімі Нұрмұхамед. Стоматологсыз. Есімім Нұрмұхамед. Тараз қаласы, Жамбыл облысы, Көгершін деген ауылдан. Сол жерде мектеп бітіріп, Астана қаласында 6 жыл МОА деген университетте оқып бітіріп, қазір стоматология, стоматология саласында бітіріп, қазір Алматыда жеке клиникам бар. Уже 2 жылдай почти болады скоро. Бірінші сұрақ, өткенде сторисқа қыз салдық. Саған қыз іздедік. Бойдақсың ғой. Не болды сол қыздар? Күшті сұрақ қойдым ғой. Біраз рекламаны күшті өте деген. Біраз қыздар жазды. Пациент бопты, келді. Болған жоқ қандай соба ары қарата. Мен жалпы қазір байқағаным ше, осы врачтардан ше. Мен өзім классасым бар ғой тағы да. Нұргелді ма? Нұргелді. Тоже 9 жыл оқыды. Вообще андай жұмысқа бастарымен кіріп кетесіңдер ме? Қызға қарамайшы. Басында сондай ой болмайды менде. Мен ойлайтын всегда андай үйленетін болсам бір пәсте үйлене саламын деп ше. Адам айтқан болмайды негіз. Сондай ойлайтын. Бірақ баста үйлене саламын деп. Сол қиын болып қалды да қазір. Басқа нәрселер қиын сияқты болады, маған жұмыс істеп кету, жақсы маман болу, соның бәрі қиын сияқты еді. Үйлену, енді өзім сөйтіп қабылдап жүрдім ба, наоборот болып кетті. Қазір үйлену қиындау емес. Үйлену қиындау да уже. Басқа нәрселер оңай уже, жұмыс уже қазір оңай да, басында, конечно. Оңай емес қой, жаңадан бастап. Қазір қалай, не жаңалық жұмыс не жатыр? Қазір шүкір, бәрі жақсы. Қазір новый вызовтарға дайындалып жатырық. Бұйырса жақсы жаңалықтар болады деп ойлаймын. Окей, енді немен тіс туралы сөйлесейікші. Енді қазір өміріңде енді стоматологсың ғой? Бір андай қызық оқиғалар болған ба клиникада? Әртүрлі операция жасадың? Қызық оқиғалар, пациенттермен, пациенттермен. Пациенттермен енді әрқандай оқиғалар болады. Бізде енді күнде стоматология адам көбінесе күліп келмейді. Көбінесе проблемалармен, көбінесе жалобалармен, да, сондай. Ол жерде эстетикасы бар, тамақ жайнай алмауы, сондай сияқты көптеген жалобалармен келеді. Соның ішінде бір
бір екі оқиға айтып берейін андай. Ең қызығы өзім үшін, например, бір қыз болған. Осыдан енді ол 3 жыл бұрын ба Рахат клиникасында жұмыс істеп жүргенде сол жерде келді. Ана қызда не да, андай өзіне комплекс бар. Өзі әп-әдемі қыз, жақсы жерде жұмыс жасайды, бір 3-4 тіл біледі. Бірақ адамдармен сөйлескенде өзі айтады, комплекс бар менде, осындай дұрыс күле алмаймын, дұрыс естей алмаймын. Тісі онша емес болғаннан ба? Иә, тісі қисық, сондай тістері қисық, кішкене цветі еще андай да. Адамдардың өзінің эстетический цветтері болады, там сарылау келген, там бөлінеді. Соны жөндегісі келді. Сонымен сол қызбен жұмыс жасадық. 2-3 ай, там примерно 2 айдай жұмыс жасап, винирлар жасап бердік. Аппақ болмады сен. Аппақ әдемі тіс болды. Сонымен өзі қуанып, біраз андай адамдардың сондай эмоцияларын көрген кезде сен реально сен де қуанасың. Сен де қуанасың, сосын бекер жұмыс істеп жүрген жоқ екен ғой, стоматолог болып деп ойланасың да. И сол қызды үшін жаңағы тістердің бәрін жасаймыз. Әдемі қылып, кейін испанецқа тұрмысқа шығып кетті ше. Мощная история. Сондай бір қызық история болған. Одан кейін тағы да тоже бір қыз келген. Ол жаңа аварияның салдарынан ұзақ уақыттар бойы тісін, жоғарғы тістерін именно жоғалтқан. Бұл полностью жоғарғы. Сосын біраз стоматологтарға обращаться еткен, біраз жерлерде енді жаңағы имплант салудан бас тартқан, потому что условия онша болмаған. Сол кісі келді, естіп біреулерден. Сөйтіп жаңағы қазір ОНФО деген методика бар ғой. Ол не ол? Жаңағы жоғарғы немесе астыңғы жаққа 4 импланттың көмегімен тістерді бір күнде жаңа восстановить етуші. Сол методика бойынша жасадық. Жоғарғы жағына тістердің бәрін бірінші временный коронкалар жасадық, кейін 2 айдан кейін постоянный коронкаларын салып беріп, қолына айна бердім. Яғни көзінен жас келді да. Жоғайды оны. Иә, түрі деген реально өзгеріп кетті, жасарып кетті. Потому что енді уже бір где-то 10 жылдай шамасында тіссіз жүрген ғой верхний тістер. Немен жейді сонда, тіс болса, тіс жоқ болса? Енді адам үйренеді, кажется, бар. Мен де соны сұрағым келеді. Үстінде тіс жоқ? Тіс жоқ. Астында тіс бар. Иә. Сонымен тамақ жей алады? Тамақ жеп, әйтеуір амалдап жүре береді адамдар кейбіреулер. Например, протез вообще тағынбайтындар бар, потому что протез деген ол таңдайды, бәрін жауып тұрады. И андай рвотный рефлекстер болады да. Таңдайды вообще шыдай алмайтындар бар. Ол еще пластмасса, еще кейде аллергический реакциялар болады сондай пластмассаға. Сондай протез көбісі тағынбайды. И ол тақпаған, сонымен жаңағы имплантпен восстановить етіп, сол көзіне жас келіп, пациент кәдімгідей жылауға барып, қуанғанынан ше, қуаныштың көз жас. 10 жыл бойы тіссіз жүрсең, уже тамақтың дәмі де басқа болатын шығар ол кезде. Тамақты да мысалға кейбір тоже бір ата келген, тоже 10 жылдай протез тағып, тоже импланттармен тістерін бәрін салып, беріп, бір видеодан көріп алам, алма жегізіп көріп, бір эксасын көрейін деп ше. Енді ол кісі давно ондай алманың дәмін бет тістеп көріп, оның өзі кайф қой, тістеп жеген ше алманы. Ол пюремен жеу мүмкін. Иә. Ол кесіп жеу мүмкін да, мысалы. Онда бет тістеп жеген, ол бір кәдімгідей оны бір 20-30 жыл артқа қарата тебеді ол адамның ше. Сөйтіп анандай эмоция алады да. Қайта соны істегісі келіп ше. И сол кезде түсінесің. Реально күшті жұмыс екенін, тоже стоматолог, өзінің қиыншылықтары бар әрине, бірақ сондай моменттерде бәрі қиыншылықтар ұмытылып кетеді. И кейде андай болады, бір моменттер болады, кейде, енді айтады ғой, бәрі стоматология қымбат, не деп ше, мысалы, барғаннан, мысалы, қашады, бір жерде қымбат, бір жерде... Или кейін дейді мен. Иә, кейін деп сондай. Сондай кезде айтатын манау да. Мысалы, кейде бір моменттер болады, кейбір пациенттер болады ше. Ақшасына да особо қарамайсың да андай. Кейде бір скидка бір жасап бересің, просто әдемі кейс жасағың келеді. Сол адаммен именно болып қалады сондай адамдар. Жасағың келіп тұрады ше бір нәрсе. Сондай момент болады да. Или бағанандай сондай болады. Эмоциясына добиваться еткің келеді да, бір адамдар болады сондай. Өйткені ол шынымен не алатынын түсінбей тұрған жерде, до конца не алатын. А неге біздің адамдар ақшасын аяйды сол стоматология?
Ну то есть мен өзім де айта аламын да, мысалы өзің білесің ғой досымсың, жанында жүрсің, Нұрмаш саған бар полностью түсімді емдетіп алайын дейсің да, сөйтесің да, енді откладывать етіп жүре бересің да, ертең барам, анау барам, ертең бір ақша болғанда барам деп. Сол ғой, например, андай ғой. Енді оны бір адамдарда бір өзгеру керек сияқты. Ну, именно денсаулық дегенге де особо қарамайды бізде, не только тіске ше. Денсаулыққа да қарамайды. Иә, мысалға, жалпы медицинада да мысалы адамдар ауырғанда барады ше көбінесе. Өлейін деп жатқанда. Өлейін деп жатқанда. Недавно досымда суға түсіп, оның алдында өзінің құлағында травмасы болған ғой, соны суға түсіп, сол құлағы вообще тесіліп қалды да, короче. Сонымен ол жүр, бүйтіп андай құлағы ауырып жүр. 4 күн, 5 күн болды, сонымен Лора досым бар да. Соған апардым ана қинап ше. Оны тіс деп айтайын десең, басқа да салаларда сөйтіп қарайды да кейбіреулер. Соны апарып көрсетсем, кәдімгідей уже воспаляция кеткен, ананы бәрін промывать етіп, сонылар жасады да. И тісте де, например, сөйтіп келеді. Көбісі уже тақалып, ауырып, андай уже бітіп, почти удаление келеткен кезде соны айтады да, мысалы. Сохраните там бір бәлесик деген сияқты уже. Ол жарамауы мүмкін, иә? Иә, уже жарамауы мүмкін да. Жүрген сайын, көп жүрген сайын ол қымбатырақ шыға береді. Уже жарамаса имплант одан да қымбат деген сияқты. И сосын андай негізі тісті емдеткен, ол тіс деген постоянно тіс бір-ақ рет беріледі өмірде ше. Екіншісіне төлеу керек. Екіншісіне төлеу керек деген прикол бар. Вообще негізі бір рет беріледі, соны дұрыстап қарау керек қой, ол да бір орган ғой негізі. И важный органдардың бірі ғой. Например, сондай кейбір адамдар бар да, например, бізде там тіске бір пломба қою, там 20 мың сондай тұратын болса, кейде бір обедке бір тамақ ішкеніне кетіп қалады 20 мың теңге. Сөйтіп қарамайды да, мысалға, анау мысалға ол тұрады бір рет емдетіп қойсашы. Бірақ мына тенденцияны байқадым да, бұрында мысалы винир деген бар ғой қазір. Соны Голливуд актерлары, ел алдында жүрген адамдар ғана істейтін да, соны камерада жүрген адамдар. Бірақ мен қазір мынандай тенденцияны байқап жатырмын. Даже камераның алдына шықпаса да, жап-жас қыздар, жап-жас адамдар да жасатып жатыр да сол винирді. Сұрақ, винир жасатқан қаншалықты дұрыс салдырған? Мен өзім жеке ойым, стоматолог ретінде емес болса да, жалпы негізі оның өзінің показаниялары бар да, жалпы мысалға тістері басқа нәрсемен келмейтіндей болып тұрса, уже менде мысалға келеді, әдемі тістермен келетіндер бар да, просто цветін ағартысы келіп, там сондай, соларды наоборот айтамын да, салдыртпай қойсайшы, саған зачем деп. Просто ол тоже енді винир салған, бір жағынан әрине өзінің пациенттің, адамның өзінің желаниясына көбірек байланысты ғой. Мысалы мен бәріне дайынмын, ертеңде ол енді. Сондай адамдар бола ма? Тістері әдемі болса да, жоқ салып бер дей салатын. Иә, болады. Тістері әдемі болса да, одан да мысалы ақ цветке добиваться ететіндер бар. Например, адамдардың өзінің эстетический цветтері де бір белгілі бір тоннан аспайды да. А винирде андай болады, прям андай салып атады, кейбіреулер слишком унитазный цветтер болады. Палево болып қалады. Палево. Бірақ соны андай гулять деп айтады, соны салам дейді да. Көбісі блич деген цвет бар, аха. Соны салайық дейді да. Мысалы мен айтасың, зачем соны? Мысалы ол да бір күні негізі қалып кетуі мүмкін, негізі трендте анандай, қазір может көп не отыр. Бірақ имплантация деген бағанандай нәрселер ол қалмайды болды, ол только кетіп жатыр ғой. Енді кезінде там бір қыздар бір там еріндерін өсіріп или там бір бәлесесе, қазір уже тістеріне қарап ондай нәрсе істемейді особо. Байқайсың ғой уже. Ойлаш, Нұрмаш, бір қыз бар. Бәрі күшті, әдемі киноған. Бірақ тіс онша емес болса, бәрін минусқа келтіретін сияқты. Иә. Ондайлар көп болады. Көп келеді ондайлар. Өзің танысқан кезде қарайсың ба сондай нәрсе? Обязательно. Жоқ, енді сен қыз таңдай алмай жүрген, Нұрмаш қара, сен қызды үйленбей жүргенің сол әсер етпей ме? Мысалы, бір қызбен отырсың да, свиданияда отырсың да, кәдімгі. Әдемі, сөйлеп отырсың. И сен көзің рентген ғой, по-любому. По-любому қарайсың. Бүйтіп қарайсың да, мана тісін андай екен ғой деп бір көңілің қайтып қалатын кездер бола ма? Болады. Ол не үшін түсіне қарайсың онда? Ол сол үшін үйленбей жүрген шығарсың. Жоқ, андай моменттер болады, реально. Оны сен қарамаймын десең де, көзің түсіп кетеді да, по-любому ше. И тісіне қарап, примерно андай уже несін түсініп тұрасың, гигиенасында, аузындағы. Былай ғой, сонда. Ол тісіне қарағаның, ол
ана қыздың даже несін білдіреді ғой. Негізі вообще тісіне қараған адам ол өзін сыйлайтын адам. Мен үшін енді сондай да, стоматологтың көзқарасы бойынша. Енді реально ол тіс деген андай ғой, адамның бір тіс мысалға бір адамның көркі ғой негізі ше. Елдердің арасында өзіне деген уверенності, енді көп жерде андай тістері онша емес, адамдар андай уже күлкісін тығады, там сөйлегенде неуверенный, по-любому андай ол кәдімгідей психологически оған әсер етеді ше, өзінің уверенності. Потому что кейде андай тістер онша емес болып келіп, сосын мен жаңа виниры сондай жасап беріп, әдемі болғаннан кейін байқайсың, көздері ашылып, күліп, қайта күлгісі келеді, бүйтіп көрсетіп сөйлегісі келеді ше. Сондай бірден өзгеріп кетеді адам ше, прям бірден өзгеріп кетеді. Енді бірақ нәртан қазір көрермендердің арасынан саған қыз табылса, жақсы, душасы жақсы болса, өзің жасап бересің бе? Жасаймыз. Жоқ, сен бүйтіп тұрсың ғой, тісіне қарап, оны өтпей қалып тұр. Жоқ, енді ол жерде андай емес қой, только ол тіс деген құрып кетуі, например, неге де байланысты да. Жалпы анау бізде айтады, там 1 жасқа дейін толық там емізу керек, 2 жасқа дейін емізу керек деген сияқты. Соны сол ана сүтіне тоймағаннан да жалпы полный жаңағы содан да болады да, или кішкентай кезінде көп ауыр шаруашылығы болғаннан, либо анасының даже жаңағы 2 қабат кезінде балаға, сол кезде аузында кариестары не болса, ол балаға беріледі. Ол содан да басталады. Негізі беременностьтан планировать ету дегенде соның бәрі кіреді негізі. Жалпы соның алдында емделіп алу, ол балаға бәрі беріледі ше. Андай бола ма, тұқымнан, геннен беріліп, тісің жаман болуы мүмкін ба? Именно жаңағындай прикустың жаман болуы мүмкін. Кейбір адамдарды өзі бізде прикусны айтады, там прогения, прогнатия деген сияқты прикустар бар. Астыңғы жақ алға шығып тұратын, немесе қатты артта тұратын адамдар кездеседі. Сол сияқты олар тұқымын қуалайды негізі. Енді мынандай сұрақ. Шынымен мен тісімде проблемам бар екенін білем. Негізі қанша тұрады вообще в среднем? Мысалы, бір адамды алсақ, енді тісі прям дома емес, сен айтпақшы. Нормально. Барлығын әдемілеп жасау үшін қанша тұрады? Среднем бағасы. Примерно астыңғы үстіңгі жаққа полный виниры салу үшін где-то 2,5 миллион. Может, где-то лечениесімен где-то 3 миллион, может быть, сондай. В среднем сондай ғой, қалада. Бұл сенің бағаң, Иә. Негізі одан да үлкен бағалар бар, Одан да үлкен бағалар бар, Сен қазір аудиторияң қанша жастағы адамдар? Көбінесе қандай қыздар көп келе ма, ерлер көп келе ма, қайсы көп келе? Маған мен үлкен кісілер көп келеді негізінде. Потому что мен көбінесе имплантациямен айналысқандықтан, и коронка, виниры, өзім ортопед имплантологпын. Сондықтан маған менің аудиториям жастар емес вообще. Маған примерно бір 30-35, уже өзіміз 35. 30-35 айтпаса? Даже 40-тан жоғары адамдар ғой, в основном келеді. Там виниры керек, имплантация керек деп, уже тістері соған уже кетіп қалған, сондай допускать етіп қалған сондайлар. Либо вообще үлкен кісілер, там пенсиядағы. Жас адамдар кездесіп, жас балалар. Олардың да жасай бересің? Олардың жасай берем, жоқ, в основном деп отқан ғой. Олар да келеді ғой. Бірақ енді бір процентный соотношениеде бір 70-30 ғой, үлкен кісілер ше. Жастар келеді, там сол айтып отқан, қыз деп отқандар олардың бәрі жастар ғой. Сол имплантация тоже виниры жасап жатыр. В основном үлкен кісілер келеді сондай. Жақсы. Мына жерде көрермендер арасында андайғандар болуы мүмкін да, өздері бір врачтар да, өздері шынымен бір клиникада жұмыс істеп жүр, енді алатын айлығы жетпейді, например. Олар табатын табысын қалай өсіре алады? Клиника ашып, немесе ашпай, қандай варианттар бар? Өзің қалай ойлайсың? Именно стоматологтар ма? Или жалпы врачтар ма? Жалпы врачтар, немесе врачтарға сөйлеп жатыр қой. Немесе жалдамалы жұмысшы болған, сен былай болдың ғой, қараш, мен есімде, біз Нұрмашевпен сөйлесеміз ғой, бір күні Рахат деген клиникада бұл жігіт самый рекордный кассаны жауып жүреді. Енді даже айына жақсы ақша тауып, бірінші орын алады, рекорд.
өткендегі суммаларын айтқан кезде мен таңғалдым. Қанша суммалар жауып тастадым дедің? Айна мен где-то минимально 15 миллион өткетін. Врач болып отырып 15 миллион өткетін касса. Сондай. Минимально ол, Иә. Ну, соңғы жылдарда, А максимально қанша өткізгенсің? 18 миллион ба, сондай өткізген бір айда. Сөйтіп соны жүрдің да, сол жердің өзінде сен жалдамалы жұмысшы болып та 4-5 миллион тапқан кездерің болған. Иә. Айына. 4,5 миллион чисто зарплата алған уақыттарым болған, сондай. Жалдамалы жұмысшы болып, Рахат деген клиникада жұмыс істеп жүріп. Неге сен сол жерде жұмыс істеп жүре бермедің, өзің клиникаңда ашсын? Сондай момент болды, бір негізі мен всегда өзі, жалпы стоматологтар всегда ол любой стоматолог, мен ойымша, болашақта өзінің клиникасын, бір өзінің жеке бір сондай нәрсе өзіне жұмыс істегенді армандайды деп ойлаймын ше. И сондай арман менде де бар етін бұрыннан. Өзіме істегім келетін. Мен Рахатта жұмыс істеп жүрдім. Жаман болған жоқпын, например. Барғаннан бастап там басында мен жалпы 10 алдында Таразда істедім, бір жарым жылдай досымның клиникасында сөйтіп. Таразда енді особо развитие болмады. Там адамдар онша спрос жоқ та енді. Или біз дұрыс сатамадық бұл кезде, білмейміз ғой енді. Бірақ мен ойымша Алматыға барсам, соның бәрін істеймін деген ой болды да. Сөйтіп Таразда, ояқта бір зона комфортаны андай покидать етіп кеттім да, ояқтан да кетіп қалдым ше. Ояқта да үйім болды, бәрі болды, соның бәрін саттым да. Алматыға келдім. Бірақ сол келген кезде андай болды, бір клиникаға жұмыс істедім тоже. Енді 2 апта жұмыс істей бастағанда андай карантин болады да. Қайттан кетеміз Таразға. 2 ай үйде жатқан. Сондай бір момент болды тоже, андай вроде нормально жұмыс істеп, ақша тауып жүрсің да, еш нәрсе болмай қалды ше. 2 ай жатсың, просто ешкім емессің сондай. И потом қайтадан келдім, сөйтіп сол келгеннен Рахатқа жұмысқа тұрдым. Бірақ үйдегілерге айтқам, сол кезде кетіп бара жатқан. Көресіңдер, 1 миллион айлық аламын деп ше. 1 миллион ол сол кезде арман сен. Мен үшін андай потолок болып тұр ғой. Потому что енді Таразда біз 500-600 мың теңге табатынбыз ше. Негізі миллион деген енді бұрындарда бір стоматологтардан естен миллион деген мен үшін сол кезде үлкен ақша сияқты еді енді. Мен соған дайын болғам ғой, былайша айтқанда. Сөйтіп миллион деп келем. Сөйтіп 1 ай, 2 айдың ішінде миллион зарплатаға жетем ше. Сөйттім да қайттан бір ауылға бардым. Сосын үйдегілерге алдында соны айтып отырмын, әңгіме сол есіме түсіп соны мамаларға айтып отырмын алдында. Айтамын да, мен 1,5 миллион аламын деп кетем короче енді. 1,5 миллион зарплата көресіздер. Сосын 1,5 миллионға зарплатам болады. Потом тағы барам, айтам 2 миллион аламын деп ше. Сөйтіп жаңа жылда ма, уже жарты жылдың ішінде 2 миллион зарплатаға жеттім. Потом 2,5 аламын дедім, 3 аламын дедім. Сөйтіп 3 миллион зарплатаға жеттім да. Одан уже андай болған жоқ, мен 4 аламын дегенші. Білмеймін, сөйтіп айта бергенде может кете беретін еді. И болды мен үшін, короче, 3-4 миллион деген андай болып қалды басымдаш. Сол бір комфорт болып қалды ма? Болды. Как будто ол ақшаны мен қиналмай табатыныма, типа жеттім сондай дәрежеге. И потом болды, сол маған жететін сияқты шандай. Одан кейін менде басында осы күнге дейін алдын емес айттым ғой. Осы күнге дейін андай ой болмапты. 10 миллион, 15 миллион табамын деп ше. Айына ма? Айына сондай табу керекпін деген сияқты. И клиниканы ашқанда да менде андай ой болды да. Енді Рахатта жаңа не үшін кеттің деп жатсың ғой, мысалға 4 миллион зарплатамен жүріп, 4,5 миллион зарплатамен жүріп кетіп қалдым да оқтан. И көп адамдардан кеткеннен кейін барып сұрап жатырмын мен, қанша зарплата аласыңдар? Етсем көбісі ондай ешқайсысы таппайды екен да негізі ше. И даже жүргізіп отқан клиникалары бар адамдар ондай ақша таппайды екен ше. Сосын мен ойланып, бір сол кезде бір андай болды кішкене. Шүкір дедім ба? Өкінбедім ба? Жоқ, андай кетіп қалдым ғой мен ол кезде уже. Одан кетіп қалдым, уже клиниканың ремонты басталып кетті. И бір сол моментте андай кішкене өкініш болды, может быть ше андай. Бірақ уже уақыт өте келе андай наоборот кеткеніме қазір өте қуанамын ше. Потому что ол мынандай нәрсе ғой. Например, мен оған дейін өзіме андай бар етін. Неуверенность сияқты, сенбейсің өзіңнің күшіне да. По-любому андай болады. Есімде бір сенде біз араласамыз ғой Нұрмашпен, бауырымыз бірге, доспыз. Бір кездесуге келеді Нұрмаш. Есіңде ғой, келесің. Бізден сұрайды ғой, жігіттер кетейін ба, кетпейін ба? Сұрау. Енді өте ауыр ғой. Мен түсінем ол сезімді. Қазір надежность пен безопасность түсіп
тұрған айлығың бар, түсіп тұрған айлығыңды барып ертең басқа жерге барасаң онда айлық жоқ уже. Өйткені кейін бір төлейтін кредитің болуы мүмкін, ай сайын жарататын ақшаң болуы мүмкін. Ол ақшаны саған басқа жақтан ешкім берейін деп тұрған жоқ. Бір новый неизвестностьқа баратсың ғой. Бұл өте қорқынышты негізі. Өте қорқынышты. Мен түсінемін, мысалы, жалдамалы жұмыста жүрген адамдар не үшін бәрін тастап сразу кете алмайды. Ол өте ауыр нәрсе. И Нұрмаш келеді. Тура солай. Біз отырып, не істеймін, короче, не айтам, не қылам деп. Сол кезде жаңағы Мәкең саған айтып еді. Нұрмаш, не жоғалтасың? Пофиг, давай аша сал деп. Енді сондай кезде ортаның сөздері қатты әсер береді. Ортаның, достардың жалпы и андай болды да момент. Сол кезде мен кәдімгідей өзім байқадым. Реально андай менде рост болды ше. Көптеген андай моменттерді, ішіндегі нәрселерді, бұрын мен вообще ондай адам емес едім. Жалпы сол өзіме клиника ашып бастағалы бері көптеген нәрселер көрдім. И көптеген андай өзім чувстволарым өзгерді ше. Кейбіреулер, например, жаңағындай самоуверенность деген нәрселерді психологқа барып, бір жарты жыл онымен жұмыс істеп, потом барып соны прорабатывать етіп, может сөйтіп барып жететін шығар, а кейбіреулер жаңағындай практикамен жетіп кетесің да. Мен ойымша сондай болды, андай, например, мен жаңағы клиниканы ашатын кезде қорқыныш болды. Мен жаңағындай енді үйреніп қалғансың ғой, ақша жаратып, сонда ақша тауып, соны мысалы оны жарататын уже жерлерің бар. А сен тұрасың да одан вообще ақша таппай қаласың да. Мына момент қызық та қазір, Нұрмаш. Енді сен негізі өз клиникаңды ашқан кезде сен роліңді ауыстырдың ғой, кәсіпкерге роліңді ауыстырдың ғой. Енді мынаны айтшы маған. Мынау нәрсе қиын болған жоқ па саған? Кәсіпкер мен шынымен кәсіпкер деген роль и врач деген рольді алып жүру қиын болған жоқ па саған? Қиын болды. Клиника ашқан кезде. Потому что енді біз ол жерде ашқанда, мысалы, бәрі өзіңде ғой. Мысалы, зарплата да сенде, аренда да сенде, жаңағы врачтарды мотивировать етіп, жұмыста алып қалу сенде, реклама да сенде, сату да сенде, бәрі сенде. И то притом сен еще тағы да врачсың. И бұл рөлдің бәрін алып жүру. Негізі сол нәрсе қиын екен. Мен ондай, бәрі оңай деп ойлайтын. Оны управлять ету ол бөлек бір не екен да, өнер екенші негізі. Мен негізі больше как врач сияқтымын да негізі. Чем бір директордан көрші. Потому что мен бәрімен андай дос ретінде сөйлесе беремін. Кейде қатты жақындауға да болмайды да адамдармен, потому что сен бір жағынан клиниканың директорысың, бір жағынан олармен дос болып кетсең, одан кейін сенімен ол бір күні олар границасын реально дос деп ойлап кетеді да. И сені бір ұрсып не істей алмай қалатын моменттер болады, или ұрсаң тыңдамай қалатын, өкпелеп қалып, сондай моменттер болады ше. Қаншалықты жесткий болу керек, қалай ойлайсың? Бәрі в меру сияқты андай. Жесткий дегенде мен ойымша, мен өзім түсінгенім енді. Басында мен айтып отырмын, жаңа дос болып кеттім, потом наоборот отношениям құртып алдым да, дос болып кетіп ше. Мен сол түсіндім, менде бір басында 10 адамдай жұмысшы болған. Андай момент болды, өзім білмеймін не үшін екен, сөйтіп ойландым да, мемлекет басшылары там миллиондаған халықпен управлять етіп айтады, мысалы, не үшін бүйтпейді, сөйтпейді деп ше. Мен сондай адамдарға андай там не үшін ананы бүйтпейді, ананы сөйтпейді, ана қайқа қарап отыр дегендерге бір қол астына бір 10 адам беріп, соларды басқарып көрші деп айтқым келеді да. Нереально неме екен? По идее қиын. Ол сол бізде көп кішкентай коллектив, мысалы 10 адам ғана, соның ішінде өздерінің арасында ұрысып қалады. И оңай емес та, соның өзінде соны управлять ету қиын негіз. Әркімнің психикасы әртүрлі. Бәріне оңай бермейсің. Біреумен сөйлесең, екіншісі там басады, там ше, қызғанып, сондай. Меніңше просто өзіңді дұрыс ұстау керек негізі, болды ше. Жақсы бастық болғың келсе, өзіңді дұрыс ұстау керек қой. Өзің премьер болып, өзің дұрыстап, қатты ондай, енді, конечно, олармен болмайтын, артық әңгіме айтып, там, сөйлесіп, чай ішіп, болмай отыра берсең, ол уже солай қабылданып кетесің да. Өзіңді әдемі ұстасаң, өзіңді андай дұрыс ұстасаң, олар соған қарайды, сөзінде өтетіндей болады деп ойлаймын мен. Хорошо.
бір клиника ашуға қанша ақша кетеді? И сен қанша айда ақтап алдың? Мен кәсіпкер ретінде сұрақ қойып отырмын да. Енді мен осы клиникамды ашқанда негізі енді маған повезло десем болады негізі. Потому что мен аяқ астынан шешім қабылдадым клиника ашамын деп. Бағандай тәуекел етіп, сондай тоже Аллаға жақындадым сол моментте ше. И андай бір кісі мен андай тоже осындай чай деп отқанда әңгіме айтты. Болады да, типа жақсы ойлардың бәрі Алладан келеді деп ше. И содан кейін мен бірден сондай сөздер ескеннен кейін тағы да достарым айтты, қолынан келеді бәрі, неден қорқасың, навыктарың бар, главное сол ғой деп ше. Пациент деген өзі келеді ғой деп. И сондай бір жігерлі сөздер ескеннен кейін бірден кетіп қалдым да, мысалы жаңа ашуғаш. И сол кезде менде 10 алдында енді квартира алып қойған болатын, ақшаларын жұмсап қойған болатын, қалдамда 15 миллион ақша бар етін. Негізі қазіргі клиникам сол ақшамен басталып ашылып кеткен ғой. Негізі 15 миллион емес, одан көп кетті. Просто сонымен просто басталып кетті да. И сөйтіп ең бірінші пациентті андай мебель жоқ клиникада сөйтіп қабылдаған ғой. Мебель жоқ үшін. Мебель жоқ, потому что мебель лақтырып кетеді. Ақшасын алады 800 мың теңге ма, сол кезде үлкен мен үшін ақша. Енді ол мебельға полный төлек болған, полный емес, там 70% төлек болған. Сөйтіп әні келеді, міне келеді деп сонымен ондайларды да көрдік. Адамға сенімнен де сондай қаласың ғой. Алдап кетті ең соңында. Алдап кетті, жоқ болып кетті. Жоқ қойыз? Жоқ, ол полный одан кейін мен өзім де уже несенім. Жөре салдым. Иә. Сонымен кетсін дедім да сонымен. И бірінші пациент еще үлкен суммаға, есімде 1,5 миллион ба, сондай нормальный сумма венерма жасап жатыр. И клиникада мебель жоқ вообще, кабинетте қол жуатын жер жоқ қой. Қойш. Ана уборныйдан барып қол жуып келесің ше. И сөйтіп бірінші пациент сөйтіп басталды да. Ол пациент ештеңе демей ма саған? Жоқ, ол просто бұрыннан мен танитын сондай етін да, сөйтіп кішкене түсінікпен қарады да. Бұрында импланттарын салып бұрыннан келіп жүрген пациент қой. Мен айттым, мен енді келеді деп қоямын, ертең келеді деп қоямын пациентке, ана мебельщик маған сөйтіп айтып отыр ғой. Сөйтіп сол бойы сол пациентті мебельсіз аяқтадым. Сөйтіп просто енді оның бәрі менде енді ақша вообще жоқ деп айта алмаймын, үйдегілер де бар ғой, енді бере алады ғой. Просто өзім шамам неге жетеді, соны көргім келді осы клиникада негізі ашқанда. Соңында есімде әйтеуір жаңа папаммен сөйлесіп келіп, жаңа оларға да айтқан жоқпын басында клиника ашып жатырмын деп. Сөйтіп ашылатын кезде келіп, папа маған Нұреке дейді да. Нұреке не болды, там көмек керек па, если что айтсайшы, не үшін уайымдап жүрсің? Өзің түрің кетіп қалған ғой. Иә, кішкене енді бар ғой бағандай, уже соңғы ақшам жоқ бол. Енді всегда андай Каспийда запаспен ақша жүретін адам болып, сөйтіп үйреніп қалғансың енді. Ана жерде уже последний там бір 30 мың теңгем қалған, үйдегілерге тамақ алып беріп отырмын короче ше. Клиникам бар өзінше, клиника ашып алған бірақ ше. Сол 30 мың теңгеге тамақ алып беріп сөйтсем, папалар көрімдік береді да 1 миллион ше. Сол мәз болып қалдым анаш. Анан сразу жаңа мебельға жұмсап жүрдім. Новый мебельщикқа заказ беріп жүрдім ше. Қайттан өл болдым да бірақ. Өзім папа айтып отыр да үйдегілер. Несін уайымдайсың? Көмектесеміз ғой там, что айтсайшы деп. Бірақ сол сөзін өзі ары қарата андай болды да. Реально. Сол әкенің андай Асқар Тау деген рас қой. Бір сөзі әшейін саған как будто бір қалтана бір 50 миллион салып болғандай да. Бірақ алған жоқсың ақша одан. Алған жоқпын. Сол бойы короче жұмыс кетті, тез там анау пациент келді, үйттік, ана мебельді сол ақшамен шығарып алдым. И бірінші айдан бастап негізі сразу доходқа кетіп қалдым. Бірінші айдан бастап. Қазір өзің айтуың бойынша, қазір клиникадағы бүкіл аппараттарыңның барлығы, где-то өзіңде бар қол нәрселердің бәрі уже 120-130 миллион заты бар сенде қазір, жетіп қалған жер. Біраз нәрсе алып сатып уже. Оны білмейсің қазір, по ходу дела оны да алдық, әйтеуір шүкір, берекесі болып, менде главный цель ана болған, квартира алдым да. И соған ремонтқа, ол квартира сдачасына берілетін уақытына дейін ремонтқа ақша жинау. Потому что үйдегілерге айтып қаламын кезінде, өзім үй алам, өзім ремонттаймын деп ше. И сол момент болды да андай, күн сайын жүрген кезде Алла осын осам екен деп сондай дұға болатын ше. Сөйтіп жүретін ғой. И сол момент болды, там сол үйдің ремонтына соған ақша жинап алу ше. Білмеймін не үшін екенін әйтеуір. Сол цель болған ғой менде ше. Соның бәрін істеп алдым. Нормаш андай сұрақ та. Мен білем да,
мен білем. Енді талай адамдарды өзім көріп жүрмін, разбор жасап жүрмін. Адам 1 миллионнан 3 миллионға барған кезде, 3 миллионнан 4 миллионға барған кезде не қылады? Адамды турбулентность қуып кетеді адам. Болды ма сондай момент? Болды. Не істедіңдер сол кезде? Конечно, болды ондай. Андай ақшаны көтере алмайды деп айтпайшы. Бір болады сондай бір момент. Короче, андай бір жаратып көргің келеді, баяғыда көрмеген нәрселерін істегің келеді, сондай болады да момент. Енді андай болды. Бірақ мен принципе бар ғой, бұрында аз ақшам болған кезде де нормально жарататынмын ше. Пофиг етін, сондай бір әдетім бар етін да. Нормально. Мен өзім байқадым да, сен ше көп нәрсеге жеңіл қарайсың да. И сол жеңілдігінің арқасында осындай нәрсеге жасап отқан шығарсың. Андай да, біз кеше екеуміз кездесіп отырық. Сөйтіп маған бір кісі звондайды. Енді бір баяғыда сөйлескенмін сол кісімен. Сөйтіп сөйлесеміз. Сен келдің ғой өзің. Сөйтіп ана кісі айтады да. Қытайдан келген қазақ екен. Жаңа айтты ғой жаңа жерде 2 миллион долларға дейін 2 миллион долларға 2 миллион долларға дейін мен инвестировать ете аламын деп. Сосын нормально жайында отқан. Енді мен предлагать еттім клиникаға барайық десем, бұл кеттік барайық, сен клиниканы көрсетейік деп. Сонда андай ешқандай не жоқ та, андай сенде бір ойбай болмай қалады, андай анаған предлагать етіп тұр да ұсыныстарын, былай істесек болады, былай істесек болады деп. Енді керек қасиет сияқты да өзіңде ше. И ол жеңілдік сенде қайдан? Енді бір момент болған менде андай. Бұрында наоборот етін. Любой нәрсеге андай қиындатып, андай ұзақ болып ойланып. Иә. Сосын бір потом мен оған денсаулығымда кетіп бара жатқанын түсіндім да. Потому что нервничать етем. Короче, басың ауырып кетеді, там тез көп нәрсе ойлай бересің, сөйте бересің, сосын кейін білмеймін ба, жаңағыдай бір тоже врачқа барып, сөйтіп тексеріліп сөйтеді да, сен көп нәрсені ойлайсың, өзіңе көп не істей бересің, нагрузка жасайсың деген сияқты. Потом бір момент болды, айттым өзіме, болды, типа жетеді андай. Барлық нәрсені оңай жіберу керек деп ше. Типа андай ғой, бір мысалы бір умный вид создать етіп, бүйтіп қиналып жүрудің керек емес қой, ол үшін ешкім ақша бермейді. Конечно. Сен реально андай айтады ғой, сен бір нәрсені проблема болса, сен ойлағаннан, ойламағаннан ол шешіліп кетпейді ғой, реально ше. И сол нәрсені түсіндім да, реально сен оны қанша ойласаң да, любой проблема ол шешіліп кетпейді ғой. Лучше ойламай-ақ қойған, жеңіл өткізе салған жақсы ғой, мен ойымша. Бір нәрсе жоғалтып алсам да, бұрын уайымдап, андай қашан не болады екен, ол қалай. Жоғалтса мен типа қайырлысы деген нәрсе негізі сол мен андай бір сол сөз пайда болды да, қайырлысы ше. Притом сен үйтіп жібере салмайсың ғой, кішкене күресіп көресің ғой. Анау бір оқиғасы болған, 3 миллион теңгені жоғалтып алады. Иә, сумкамен 3 миллион теңгесін жоғалтып аласың да. Бірақ анам барып қайтадан тауып алдым сол кісіні. Бірақ уже андай болды момент, типа табылмаса да, по идее не істеп. Енді любой нәрсеңе өзің ақшаң болғаннан кейін или затың болғаннан күресіп көресің ғой. Бірақ жоғалып жатса, не істемей-ақ қою керек қой енді. Сонымен кетсін деп қоя салу керек қой негізі. Потому что сен өзің де айтасың ғой андай, денсаулықпен, жаңағындай басқа да нәрселермен сыналған ең жаман деп ше. Сол ғой, реально. Денсаулығын басын аман болса болды, басқа қалған бәрін басын істеп тұрса тауып аласың ғой. Ақша, дүние дегенмен. Наоборот, сонымен сыналған дұрыс деп ойлаймын да. Мен Нұрекең бұны не үшін айтып жатырмын ше? Нұрмаш. Бізде өткенде мен бір жігітті разбор жасап жатқан кезде, андай жағдайда, мысалы, не айтсаң да, мысалы, қазір любой жағдайда айтшы бір адамға, мынандай ашайық, мынаны былай істейік, мынанда барып оқиық. Ана жерде адамда мың сомнение да. Анау болса не болады, мынау болса не болады, мынау болса не болады. И ең соңында анау қалып кетеді да. Бұның барлығы просто соны жасамаудың бір амалы ғой. Сылтауы ғой соны бәрін жасамаудың. И қазіргі керек бәріне бір керек бір қазіргі 21-ші ғасырда бір керек бір қасиеттің өзі бұл орысша айтқанда легко на подъем, либо гибкость деп айтатын едім. Гибкость деген өзгере алу да. Жеңіл қарайсың. Мысалы қазір өткенде бір жігітті көрдім, андай қайғырып отыр да, анау бизнесім болмай жатыр, мынандай отыр да. Значит, что-то надо менять. Ол не ғой уже өзгеріс, анау бизнесі болмай жатқаннан кейін бір белгі келіп тұрған шығар. Кішкене өзгертіп жіберу, бизнесті өзгертіп жіберу. Ондай ғой, сондай ғой. Сен отыра берсең,
ой мынау болмады деп бәрін қиындата берсең, өмір саған қиын задачалар бере беретін сияқты. То есть сен қиынның артынан кете беретін сияқтысың уже ше. Ол андай, по-моему, характеріне да байланысты сияқты адамның ше. Менде, например, мен бұрын андаймын да. Енді ол тек андай қыдыру бір бәлелер болады. Кішкентай кезімде ше, есімде. Мен андай сразу дайынмын ғой барлық нәрсеге ше. И вообще негізі мен характерім бұрыннан ол мен андай бизнеста басқа или там бір нәрселерде серьезный решенияларда ол енді қалай қаншалық не екенін білмеймін, бірақ любой нәрсеге там сәл ұнап тұр ма маған сразу за кете беремін ше. Андай сондай бір нем бар еді бұрыннан. Тез шешім қабылдайсың. Тез шешім қабылдап соған бара салам там. Ол көбінесе андай нелер етін жаңағындай. Кішкентай кезде бір жаққа қыдыру, там бір жаққа бару, там бір жерге барайық, сондай оңай нәрселерге тез көне саламын. Ну, біреулер бар ғой, там барғым келмейді, там жатамын үйде деп. Ондай емес ше. Любойны. За любой кипиш. Қызды таңдаудағы шешім не үшін қабылданбай жатыр? Қалай ойлайсың өзің? Сол походу андай ғой. Бәрі айтушы еді, бекерден бекер емес қой, мынандай жасың келген сайын таңдап қаласың деген сияқты нәрселер ғой. Қазір уже больше андайға қарайсың да, например, енді ладно, қыз сүйкімді болу керек мысалға да, критерияларын бойынша кішкене енді прям енді мисс емес, иә мысалға. Болса бола берсін, бірақ енді не откажусь. не откажусь. Мысалға просто андай ғой. Больше андай уже сөйлескің келеді. Душа дейсің ғой. Иә, душа уже сөйлесіп, уже андай сені поддерживать ете алатындай, уже әңгімесінде. Бір-бірін түсіне алатындай. Бір-бірін түсіне алатындай, андай бір сөйлесетін әңгімең бар адамдар болады. Сондай ше, ішін пыспайтын бір сондай. Кейде енді біз уже өзім 30-ға келіп қалғаннан кейін 18-дегі 19-дағы қыздарда кездесіп қалады ғой, 20-дағы да, мысалға. Олар вообще басқа әлемде тұрады да, сен басқа болып тұрасың, екеуің бір-біріңді келмей сөйлесе алмайсыңдар да, мысалы. Болды бір 3-4 әңгімеден кейін тоқтап қалады болды ше. Нормально, мен де андай енді құрдасым болғанмен ойнаймын ғой. Мен нормально қараймын. Мен қазір ондай нәрсеге қарамаймын да. Мысалы, мен білем, есть давление со стороны родителей, родственников, барлық жақтан. Мысалы, үйленбей қалған қызға да 30-дан кейін уже бізге приговор қойып тастайды да. Типа, не үшін үйленбедің деп. Мысалы қарасаң, Европада, Америкада 35-40 жаста үйленіп жатса, оған ешкім сұрақ қоймайды, сен не үшін үйленбей жатсың деген сияқты ше. Енді маған андай да қызықты маған енді досым болғаннан кейін ойнаймын, салам, и ол еще заодно не ғой, сені реклама ғой, заодно ше. Сен көрсетемін, мен ше, стоматолог досым бар, қыз іздеп жүр деп ше. Андай да мен нем жоқ ше, енді жеке шекараңа өтіп кету жоқ. Жоқ. Қай уақытта болады, сол уақытта болады. Ничего страшного. Ондай, мне кажется, оны үйтіп қараудың қажет емес сияқты. Просто қойып атқаным ғой. Иә, нормально. Мен мысалы басқа адамдар келетін болса, мен ол сұрақ қоймаймын да ол сұрақты ше. Просто сенімен уже отношение басқа деңгейде ғой, екеуміз жақсы араласамыз, сол үшін ойнап атқаным ғой. Мен өзім асқазаным ауыратын адаммын. Асқазанымнан емделген адам. ЖКТ дейді ғой, иә. Соны. Тістің, оказывается, байланысы бар екен соған. Потому что сен тісіңдеріңде, ойлайсың ғой, там, типа, тісің бәрі дұрыс деп, бірақ бір-екі тісің болмаса да уже дұрыс жайналмағаннан кейін, ар жаққа барады, асқазанға барады да, ол уже қорытпауға әсер етеді. Иә. Ол тек қана асқазанға емес, жалпы бір немесе екі, бірнеше тістердің жаңа жоқ болуы, ол уже прикус өзгертеді да. Адамда бірінші прикус өзгереді. Прикус деген қазақша қалай? Прикус деген, например, тістердің қалпы болады. Например, тістер қалып жағдайда астыңғы жақтарды үстіңгі жақ жауып тұру керек, 3-тен 1 бөлігін, там сондай өзінің нелері бар, моменттер бар да. И потом, мысалы, уже бір жақта тіс жоғалса, сол жаққа қарата тістердің аралары ашылады, ана тістер қисаяды, үстіңгі түседі. Содан біздің уже суставтың положениесі өзгереді. Ол сустав положение өзгерткеннен кейін мына жерде уже андай ол даже позвоночникқа әсер етеді ары қарата. Адам аяғында даже айтуға болады, андай аяғында дұрыс тұрмауы, жалпы денесінің де қисаюына алып келеді, сол тістен басталады да бәрі ше. Сондай даже өзгерістер болады. Асқазанды дұрыс қорытпауы, потому что тамақты дұрыс шайнамайды, адам асқазан ауруларына алып келеді. Көптеген өзгерістерге алып келеді негізі. В общем, тіске инвестиция салу керек дейсің. Обязательно тіске қарау керек дұрыстап. Бас аурулары, потом қазір сол ВНЧС дейді, сондай ауруларды қазір емдеп, ұзақ емделеді да одан кейін.
соны заранее лучше тісті жылытып баған дұрыс. Нұрмаш, сен мынаны айтшы маған ше. Сенмен әшейін отқан кезде, жай мысалы чай ішіп отқан кезде, кей кезде соткаңды ашасың да, жасаған операцияларын көрсетесің бізге. Иә. Сен өзіңнің айтуың бойынша уже 200-ден аса қиын операцияларды істеп тастағансың. Даже басқа клиникалар істей алмайтын операцияларды істеп тастағансың. Күшті операциялар істегенсің, күшті жұмыстарың бар. Бірақ не үшін оны әлеуметтік желілерде бөліспейсің? Мен жаңа айтып отырмын андай, больше андай врач сияқтымын да. Оның бәрін түсіремін, мен басында андай болатын, бір кездер болды, желание болды андай. Түсіремін деген. Болды, түсіремін, бәрін салам, инстаграмды жүргіземін қазір деп ше. Потом бір пост салып, сол күні бір активный боламын да, бір сосын жоқ болып кетесің. Қайырлы кеш достар деп. Потом қайтадан жоқ болып кетемін ше. Енді қайтадан бір новый немен, деммен қайтадан бір бастаймын деп отырмын. Құдай қаласа бүткіл жұмыстардың бәрін салып, көрсетіп, даже пациенттер өздері айтады маған. Келіп, мен андай клиникада өзім көрсетемін, телевизорда, нені қосып, бәрін осындай жұмыстары, сіздікі осылай жасауға болады, примерларын бәрін ше. Айтады да, не үшін осылардың бәрін инстаграмға салмайсың, адамдар білу керек қой, не жасап жатқанды сөйтіп. Қазір сол арқылы келеді ғой деп ше. Реально ғой, негізінде өзімізде бір нәрсе таңдайтын кезде жұмыстардың бір бәлерін инстаграмнан көреміз ғой. Өзін соны жасамаймын да. Еще өткенде бір сөзінде айтады да, енді мына клиникадан, өзінің ашқан клиникаңнан кішкене ұялам дедім да, бір жақсы бір клиника болса, бір жұлдызды қонақтарды шақырсам деп қалдым да. Енді мынаны айтшы маған, өзің әртүрлі клиникаларда істедің, қымбатында да істедің. Мен есімде бір сен даже бір закрытый клиникада істегенсің. Өңкей байларды қабылдайтын, ол даже рекламасы жоқ. Анаған тек қана по записи түсесің, өңкей байлар келетін клиникада да істегенсің сен ше. Мынаны айтшы маған, қаншалықты клиниканың әдемі болуы, қымбат жерде тұруы сауданың көп болуына әсер етеді саған? Сауданың көп болуына? Сенен көп келіп, көп пациент келуіне әсер етеді. Оған байланысты емес негізі, мен ойымша. Көп клиент деген ол қай жерде тұрғанына байланысты емес. Байланысты емес, даже шын ремонтына, даже просто өзіне ғой андай. Өзіңді күшті сезінетін шығарсың, больше сол үшін шығар. Или там андай нәрселер бар ғой енді, по-любому андай келгенде андай сөйтіп бір таңғалып, андай сенің клиникаң ба осы деген сияқты ше. И больше андай эмоция сияқты да бұл оны ше. И өзіне комфорт, өзіне андай күшті жерде жұмыс істегенін өзің күшті сезініп, бір настроениемен бір андай больше адам өзінде атмосфера сияқты андай ше. Адам өзінде барын ешқашан неғылмайды ғой, бағаламайды. Біреулер сен неге қызығады ғой оғанда. Сен клиникаңда болдым ғой мен. Өтемін, онда тұрған не бар? Онда тұрған не бар? Мен бірақ есімде бұрында Алматыға жаңадан келген уақытта мен стоматолог іздедім да. Сол кезде бір танысым, бір орыстың номерін берді да. Мә мықты стоматолог мына кісі, в общем, пәленбай жылғы опыты бар бір нәрсе. Сосын звондасам, айтты бір мына жерге келші деді. Сөйтсем, Абая, Софияда, мына бұрышта бір ескі здание бар, короче. Қонаев университеті болған, по-моему, бұрында. Соның ішіне кірем, екінші этажға кірем, и андай да бір просто бір заброшенный здание сияқты, СССР-дің зданиясы ғой. Соның бұрышында бір кабинет алып алған, бірақ ана кісіде очередь да, короче. Очередь ана кісіде очередь. Шал өзі андай боқтап сөйлейтін шал да, следующий зайдейді, андай бір нәрсе деп, андай жесткий шал да. Соған баратын елдердің бәрі. Соған байланысты емес негізі, просто өзің үшін ғой, кейде болады, андай уверенность па, бір сондай, маған сондай сияқты. Хорошо. Ал стоматологқа личный бренд керек па қазір Инстаграмда? Керек. Қазір тек қана стоматологқа емес, кажется, бүткіл врачтарға бәріне жасау керек сияқты ше. Уже. Сол арқылы реально күшті врачтар бар да. Мысалға алдында ешкім танымайды деп қойса. Өзім мамандықта мысалға айтып отырмын анда. Невропатологқа барып жатырмын. Реально күшті врач. Подходы мықты. Мысалы ол кісіні просто рекомендациямен сөйтіп енді мен барып тауып алдым да. А так енді мысалға Инстаграм бір желіде болса, одан да көп, может, пациенттері көбейетін бе дегенде ғой енді. Андай енді реально күшті врачтар бар, басқа да салада күшті адамдар бар ғой. Ешнәрсе жүргізбейді, өздерін рекламировать етпейді ше. Негізі ешкім танымай қалады, например, сол бойы сондай потенциалы ашылмай қалып кетуі мүмкін да, мен ойымша. Мысалы қарашы, егерде қазір бір стоматолог бар. Ол сен сияқты Дубайдан, Турциядан, сен сияқты там пәленбай сертификаты, сен сияқты оқымауы мүмкін. Бір колледжді бітіріп, немесе бір әшейін бір екі нәрсені өзі үйреніп алып, бір мастердің қолында. Бірақ Инстаграм мықты жүргізеді.
бәрін күшті жасайды, например. И ол адамда клиент көп болады, ал сен аяқта менің пәленбай дипломым бар екен деп отыра берсең, сенде ол клиент келуі екіталай. Солай ғой? Дәл солай. Негізінде. Біздің салада да сондай ғой, өйткені қазір еще мен көп байқаймын да, андай көбінесе көп білетін адамдарда бір эго болады да. Эго болады да, мен ананы білемін ғой, ой анау андай ғой, мынандай ғой. Қазір заман талабы өзгеріп жатқан сияқты уже. Сен өзіңнің жұмысыңды өзің көбірек көрсету керексің. Ол кәдімгі проявленность қой, кәдімгі потенциалыңды ашу үшін. Сен бір қанатын жақсы жұмыс істесең, екінші қанатын реклама болып, сонда ұзаққа ұшасың сияқты. Реклама по-любому керек. Сен елдер көрсету керексің да. Андай емес, прям сен мысалға андай егер қаламасаң, мысалға кел ойбай деп сатып емес, қатшы. Просто может быть андай көрсет просто елге осындай болады, осындай деп ше, өздері таңдап, может солай да болады шығар деймін да, сатып. Керемет сұхбат болды, рахмет. Былай жасақ қазір, Нұреке. Бірінші рет келдің ғой. Бізде традиция бар. Біз подписчиктерге бір не береміз. Ой, неге көрермендерге не береміз? Сыйлық береміз. Сыйлық па? Қандай сыйлық аталасың? Чистка десе нормально ма? Чистка зубов. Трехэтапный профессиональный чистка зубов. Тегін жасап бересің ба? Қанша адамға? Давай 5 адам болсын. 5 адам. Не істеу керек? Ол қанша теңге тұрады сенде? 25 мың. 25 мың теңге атып жатсың ғой оларға, Ема. 5 адамға кәдімгі ақшасын төлеген адам сияқты қарап жасап береміз. Мощно ғой, басқа қаладан болса да Алматыға келген кезде істеп береміз. Келген кезінде жасап береміз. Все, мощно. Шарттары, давай шарттары мынандай болсын. Саған подписано болсын. Қазір осы жерге сен Инстаграм салып қойып қоямыз. Маған подписано болсын. Содан кейін подкасттан скрин жасап, немесе өзі историясын салсын Инстаграмға. Мені, сені белгілеп, түсінген затын белгілесе болды. И біз арасынан 5 адамды таңдап аламыз. И соларға чистка жасап бересің сен. Хорошо. Болады ғой? Болады. Классно, мощный сыйлық. Действительно, мен чистканы өзімде жасап тұрам. 25 мың теңгелік мықты чистканы сіздерге 5 адамға сыйлыққа беріп жатыр. Бүгінгі подкастымызды осымен аяқтайық. Нұреке, бір қорытындылайтын затыңыз бар ма? Шақырғанына көп рахмет. Негізінде ойлап жүрген мынандай өз-өзіме интервью беремін ба деп. Сондайлар көп қой уже. Сөйтіп ойлап жүрген кезде. Сондайлар көп қой деймін. Сөйтіп ойлап жүргенде шақырып қалдыңдар да. Әдемі. Енді жаңадан бірінші осындай опыт қой оның өзі. Берса алдағы уақытта андай көп нелер бола берсін. Тістеріңізге қарап жүріңіздер, реально. Тіске инвестиция салыңдар деп айтса? Салу керек, обязательно тіске қарау керек. Тіске қарап жүрсің. Давай, сен айтпақшы стоматологсың ғой. Ең соңғы бір рекомендация. Как бы тістеріне қалай қарап жүрсің? 2 рет жуу керек па, не қалай болады? Тіске негізінде жалпы бірінші врачқа бару керек қой. Сөйтіп барып, бүткіл емдететін тістерін емдетіп, сосын потом 2 мезгіл тістерін жуып, азанда кешке оның жуудың өзінің техникасы бар. Ютубта неден қарасаңыздар болады. Бізде бұрын рекламада көресің ғой, былайынан істеп жатады ғой. Біз содан басында қалып қалған ғой, тісті былай жуу керек екен деп ше. Сөйтіп жуа береміз ғой негізі, олай жуылмайды да негізі. Болмай ма не жуу? Жууға болмайды. Сөйтіп жуу жоқ қой біз. Біз вертикальный бағытта іс жағынан. Былай жуу керек па сонда? Вертикальный бағытта, потому что бағанандай жуылғаннан одан не травма атады тіс. Қанайды ғой, Жоқ, қанағаннан бөлек жаңағындай перешеечный область, десна жағындағы жерде андай эмаль жұқа болады да, сол жерде стираемость пайда болады, кейін чувствительность пайда болады, содан басады. Негізін оның бәрі андай вредный привычкаға жатады. Сол бізде рекламаның қалып қалған, содан бүйтіп жуға береді да. Бізде қаншама адам келеді, примерно 70% адам білмейді ше. Әлі күнге дейін сөйтіп жуып береді. Неден болған десем, айтамын, тісіңді дұрыс жумағаннан осындай болды деп. Осыдан бастау керек еді. Содан бастау керек еді. Сондай нәрселер бар, енді ол гигиенаға дұрыс қараса, мен ойымша, ол жалпы енді организмнің нәрселері де бар ғой, иммунитет деген нәрселер. Соған дұрыс қараса, гигиена дұрыс қараса, ары қарата тісін өмір бойына жеткізуге болады деп ойлаймын негізі. Жақсы. Классно. Осы нәрсемен бітірейік. Рахмет. Көп рахмет сіздерге де. Достар, келесі подкасттарда кездескенше рахмет.